Бізде бүгін Әсемнің сырға салуы, сырға саламыз, насырғаны аламыз, алдын бриллиант сырға саламыз, бұйырса. 14:30-да күтіңіздер, көріңіздер. Ал барлықтарыңызға сәлем, біз пикниктамыз. Бұл сторис арнайы Ақтөре мен Әсемге арналады. Бүгін керемет мерейтойдың бастамасы болып жатыр екен. Сырға алмат алынып жатыр. Әсем, құтты болсын, ұзағымен болсын. Құтты болсын сырға. Ассалаумағалейкум ағайын бауырлар, қалайсыздар? Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгіндік сторис деген қиын болып жатыр. Кешегі тәтті шайдан кейін сторис жоқ болып кетті ғой. Түнімен дайындалдық, оңай емес екен шыны керек. Мен шокпын бар ғой, бұндай нәрсеге. Қиын екен, сөзбен айту оңай барлығы. Сол бүгін Алла қаласа сырғалым болып жатады, сырға саламыз. Алла қаласа бәрі жақсы болсын. Студияға келдік, дайынбыз. Ой, мына жақта керемет. Бүгін бәрі нарядный киініп апты. Красавчик. Қалайсың бауырым, амансың ба? В общем, мына жақта құдағи. Көріңіздер, жіберіп алып құттықтап жатқан жандар, сіздерге көп-көп рахмет. Біздің қуанышымызға ортақтасып, біз шаршап, негізі ұйықтамай 2-3 күн болды, өте қиын, оны түсінетін жандар түсінеді. Егер де қай жерден ағаттық кетіп жатса, кешірім сұраймыз. Так біз бақыттамыз. Әсем қасымда, бұл да шаршап тұр. Сіздерге көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Бұлар бүгінгі күн осымен осылай аяқталды, көргендеріңіздей. Сіздерге көп-көп рахмет, Алла разы болсын қолдауларыңызға. Бүгін мен негізі бұған дайындалып жүргенімізге қанша бір апта болды ма? 2-3 күн болды, ұйықтамадық. Бүгін енді түріміз әбіржіп, енді шаршап тұрдық қой. Уайым бар, қайғы бар, анау бар, мынау дұрыс болмай қалмаса екен деген. Енді қазақпыз ғой, біз қазақ деген ананы ойлаймыз, мынаны ойлаймыз. Так что сіздерге көріп жатырмын, үлгермей жатырмын, сіздерге қарап жауап бере алмай, қолдап жатқан жандар өте көп. Сіздерге мен бар ғой, ризам бар ғой, мен бұлай деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Алла разы болсын, аман болсын. Бақыт тілеп жатқандар жандарға, сіздерге не деймін басқа? Әрине рахмет айтудан шаршамаймын, өйткені сіздер мені қолдап жатсыздар. Сіздердің қолдауларыңыздың сенімдерін ақтаймын. Алла қаласа бәрі жақсы болады. Үйге енді келіп жатырмын шаршап. Мамам, ағам, жеңгем, әпкем барлық ауылға қайтты. Әсемнің де апасы, мамасы бәрі қайтты. Өзіміз қалдық. Бүгін енді кездесе алмадық, енді көріп тұрсыздар ғой, енді шыны керек шаршадық. Әсем үйде ертең Алла қаласа эфирге баратын боламын. Күшті басқа дайректті көріп отырмын. Бірақ ұйқым келіп тұр, тамағымда ауырып қойған ғой, вообще. Ендігі алдағы жеңіс, Алла қаласа 24-те соған настрой сояққа қоятын боламыз. Біреуге керек болып, біреуге керек болмайды. Кімде-кім несие ала алмай жүрсе, енді ақша керек болып жатады барлығымызға. Аз пайызбен өте керемет 3 айдың 48 айдың ішінде 1 миллион теңге шақырып осындай жан бар. Және де бес банкпен жұмыс жасайды. Айта кететін доходқа қарамайды. Және де осы жақын арада қарыз болмау керек. Және де ссылкасы қалып кеткен, осы жаққа жазасыздар.